Осы жаздық демалыстарда біз Таразға, Шымкентке, Қызылордаға бардық. Оның ішіндегі ең ерекшесі Астана туралы айтып беруді жөн көрдім. Астанаға кіріп келгеннен кең гүлзар көшелер, алып үйлер, жайқалған ағаштарды көрдім. Миллионер қалада алғаш көргенім Бәйтерек болды. Ішінде еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолының ізі болды. Сондай-ақ өзге елдердің президенттерінің қолтаңбаларын көрдім. Еліміздегі ең биік әсем ғимарат Абу-Даби Плаза. Ең үлкен шатыр Хан шатыр. 2017 жылы салынған Экспода да болдым. Сонда сен тарихи жерлерге бармадың ба? Жоқ. Онда мен айтып берейін. 1998 жылы Астанамыз Алматыдан Ақмолаға ауысқаннан бері халық саны көбейіп, тарихқа енетін ғимараттар салынып жатыр. Солардың бірі Қазақстан халқын біріктіретін Бейбітшілік сарайы. Қазақстан Республикамыздың президенті Қасым-Жомарт Тоқаев отырған Ақорда. 176 жылдық тарихы бар Сәкен Сейфуллиннің музейі. Әлемдегі ең суық Астанамызда. Кітаптан оқып, интернеттен қарап жүрген алтын адамның түпнұсқа көшірмесі ұлттық Еуразия университетінде сақталған. Ең құнды тарихи экспонаттар мен жәдігерлер ұлттық музейде орналасқан. Бардық. Халық саны көбейіп, тарихи 6